Қайырлы күн достар, бүгін ерекше дәмді трайфл жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ең алдымен кожын дайындайтын боламыз. Ол үшін 3 жұмыртқамызды жарып, үстіне қант салып, жақсылап араластырамыз. Және бөлме температурасындағы сүтті құйып, сұйық май құйып, жақсылап араластырып, алдын ала електен өткізіп, дайындап қойған ұнымызды 2 бөлікке бөліп салып араластыратын боламыз. Және үстіне 2 ас қасық какао салып, жақсылап араластырып болғаннан кейін 1 шай қасық ас содасы немесе разрыхитель салып, осылай қою қаймақтың қоюлығындай қою болғанша араластырамыз. Және пергамент қағазын төсеп, үстіне құйып, 180 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Міндетті түрде таяқшамен піскен-піспегенін тексереміз. Және суытып, 1-1,5 сағатқа суытамыз. Суытып болғаннан кейін кесіп, осылай кождарымызды сақтайтын боламыз. Міндетті түрде суығанын күтіңіздер, жақсылап суу керек. Біздің кожымыз жұмсақ болып піскеннен кейін осылай тез үгітіледі. Қолмен барлығын үгітіп аламыз дайындап. Және арасына қосатын кремін дайындайтын боламыз. Өз қалауларыңызша крем дайындасаңыздар болады. Мен 33% сливки пайдаландым. Сливкиді құйып, осылай миксермен қою болғанша араластырып аламыз. Бұл банановый трайфл болғандықтан кремге қоса осылай банандарымызды да бөліктерге бөліп дайындайтын боламыз. Бөліктерге бөліп, арасына қосуға осылай дайындап аламыз. Мен осылай кішкентай стаканчиктерге трайфлды жинайтын боламын. Ең алдымен ұсақтап алған кождарымызды саламыз. Үстіне дайындап қойған кремімізді құямыз. Осындай кондитерский мешокқа немесе салафанға құйып, осылай құйсаңыздар ыңғайлырақ болады. Және арасына кремнің үстіне банан қосып жібереміз. Сол кезде дәмі өте күшті болады. Осылай 2 слой қылып, стаканға сыйғанша жинайтын боламыз. Екінші слой кождарымызды салып жатырмыз. Осылай барлық жеріне жеткізіп, әдемілеп саламыз. Және үстіне қайтара кремдерімізді құйып, үстіне банандарын салып, жақсылап трайфлымызды жинақтайтын боламыз. Өте жұмсақ, өте дәмді. Қонақ келгенде де, үйге шайға жасасаңыздар да, қазір тойдың мезгілі, тойға жасасаңыздар да, виді әдемі, дәмі күшті пирожнилардың бірі бұл трайфл. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай 3-ші слой кождарымызды салып жатырмын. Кождардың бетіне барлық жеріне жеткізіп, осылай кремдерін құятын боламын. Бұл ең беті әсемдейтін жері болғандықтан, міндетті түрде кремдерді барлығына жеткізіп, тегістеп жағып шығамыз. Қасықпен немесе осылай лопаткамен тегістеп аласыздар. Және бетіне шоколадный глазурь құятын боламыз. Шоколадты микроволновкада немесе водяной баняда ертіп аласыздар. Осылай тегістелген кремнің бетіне жағып шығамыз шоколадты. Шоколадты да осылай тегістеп, барлығына әдемілеп жағып шығамыз. Және өз қалауларыңызша сәнде бересіздер. Мен осылай печенье мен банан қойып сәндедім. Сіздер кез келген жеміс түрімен өздеріңіздің қалауларыңызша сәндей берсеңіздер болады. Өте дәмді, оңай жасалады. Осылай барлығына банан мен печенье қойып шықтым. Трайфлым осылай болып жинақталып шықты. Өте дәмді. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте оңай, қарапайым рецепттердің бірі. Жүп жұмсақ, дәмі де күшті. Видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп кетіңіздер.